аңызға айналған Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойы. Мұзбалақ ақынның артынан мұра болып қалған қаншама туындылары бар. Таулар алыстаған сайын асқақтай, бекти берері анық. Елдің еркесі боп саналатын ақындар да сол іспеттес. Өздерінен кейінгі ұрпақтарына баға жетпес рухани қазына қалдырып, мәңгілік музаға айналған Мұқағали Мақатаевтың ерен есімі мен мол ғибрат, таусылмас тәлім-тәрбие аларлық туындылары қазақ халқымен бірге мәңгі жасай бермек. Жалпы қаламгерлер жайлы толғағанда, сүйікті жазушымыз Мархабат Байғұттың кітаптан алыстаған халықтың болашағы бұлыңғыр, келешегі күңгірт деп қатты алаңдайтыны еріксіз ойға оралады. Ендеше поэзияның патшасы, мәңгілік музаға айналған Мұқағали Мақатаев шығармаларын жас ұрпақтың санасына сіңіртіп, сөз құдіретін ұғындыруға үлес қосайық. Мұқағали Мақатаев, Махамбеттер абайларай. Өмірдің қысы-жазы көктемдері, қысыл таяң шақтары өткелдері, адамның аққан қаны, төккен тері, мұратқа жетпегені жеткендері, жанымды жеп жүрменің көптен бері. Атысу, аңдысу мен таласудың, санасу, табысу мен жарасудың мінезін мынау адам баласының білсем деп құпиясын аласұрдым. Алдында алуан мінездердің амалсыздан келеді мың өзгергің, әркім өзін балайды данышпанға, бір құдай санайды бір өздерін. Білмейді екен, қолымнан келмейді екен, жоқты аңсап, жоқ сусынға шөлдейді екен. Қой енді, тыйылайын, бұғынайын, ойымды орасанға бөлмей бөтен. Жасырмай, ойымды айттым талай, қайтейін, кетті бәрі қарайламай, айтарын ашып айтқан абайламай, дариғай, Махамбеттер абайларай.